Пәтерін жалға беретіндер тексерілет, бұрын кәсіпкер ретінде тіркелу шарт болатына. Салықтан жалтару үшін көпшілік бұл талапты орындамай жүр. Сондықтан жаңа ереже жарияланды. Енді үй иесі өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркеу міндетті. Оның талаптары қандай, тілшіміз айтып береді. Қала тұрғыны Жәнібек Әбілқасым соңғы 11 жыл бойы пәтер жалдап келеді. Оның айтуынша осы уақытқа дейін бірде-бір үйесі ресми келісім шарт жасап, салық төлеп көрмеген. Тіпті уақытша тіркеу мәселесі де назардан тыс қалып келген. Оның кесірі де тигенін жасырмады. 11 жылдан бері жалдап тұрмын ғой. Тексеріп келсең, інісімен туысқаным деп айта сал дейді. 2 рет тексеріп келді. Айттық қой інісім деп. Бұған дейін ешқандай квартираға тіркеліп келмедіңіз осындай? Тіркелдім, шығарып жіберді. Налог төлеймін деп. Оны біз білген жоқпыз, сонымен екі ортада. Қазақстанда жоқ болмы пропискадан. Енді аяқ асты келіп сенан көтереді, шығарып жібереді. Сол кезде енді бірдеңе дәлелдей аласың да. Қазірге мен ештеңе дәлелдей алмайсың ғой. Ештеңе не амаған, қолыңа қағаз бермегеннен кейін. Жалға беретіндер салықтан жалтару үшін кәсіпкерлікке тіркелмейді, келісім шарт жасасуға мөрі болмайтын. Бұл мәселені шешу үшін жаңа тәртіп енгізілді. Яғни енді пәтерді жалға беретіндер өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркелуі міндетті. Тіркеу өтпеген кезде салықтар мекемесі Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық 463 бабына сәйкес жеке тұлға 15 АИК-ға дейін айыппұл көрсетілген 64 мың теңге, көрдіңіздер ме? Ол жерде ескерту немесе кешу деген жоқ, көрсетілмеген салық кодекс бойынша. Өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркелу үшін бірқатар талап қойылады. Яғни Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеуі және қызметін жалғыз өзі атқаруы тиіс. Сонымен қатар айлық табысы 300 айлық есептік көрсеткіштен аспауы қажет. Бұл жерде жеке табыс салығы алынып тасталынды. Бар болғаны сол 4% қолданып, 4% төлеу арқылы жүргізіледі. Өзіне жұмыспен қамтылғандар үшін арнайы салық режимінде бұл жалдамалы тұрғын үйлерді ғана бере алады. Егер тұрғын емес үйлерді жалға беретін болса, бұл режим сәйкес келмейді. Онда жеке кәсіпкер есебінде тіркелуге тура келеді. Ал зейнеткерлер үшін бұл тәртіп тіпті тиімді. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркелген зейнеткерлер әлеуметтік аударымдардан міндетті зейнетақы мен медициналық сақтандыру жарналарынан толық босатылады. Сондай-ақ жеке табыс салығы да төленбейді. Назерке Алтынбек, Алмас Жолубаев, Астана Таймс.